Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен құймақтардың оңай рецептімен бөліскім келеді. Бұл рецептпен дайындап көріңіздер, себебі құймақтарыңыз жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Құрғақ ыдысымызға жұмыртқаны жарып аламыз. Жұмыртқа бөлме температурасында болғаны дұрыс. Жұмыртқаға қантты қосып, екеуін жақсылап араластырамыз. Жұмыртқаның үстіне дәміне қарай тұз қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып, оның үстіне жылы сүтті құямыз. Құймақтардың жақсы болып шығуы үшін сүттің жылы болғаны маңызды. Енді сүтіміздің үстіне електен өткізіп ұнды қосамыз. Ұнды венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып болған соң, оның үстіне біз ас содасын қосамыз. Ең соңында сұйық майды қосамыз. Бізде ешқандай да комочектер қалмауы қажет. Барлығын жақсылап араластырып, табамызды қыздырып қоямыз. Міне біздің табамыз ыстық отта қызып дайын тұр. Енді оның үстіне біз құймақтарымызды бір-бірлеп құятын боламыз. Біз құймақтарымызды орташа отта пісіріп алуымыз қажет. Міне осымен біздің құймақтарымыз дайын болып шықты. Дәмді әрі жұмсақ болды. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Егер де сіздерге видео ұнаса, лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Аптаның сейсенбі және бейсенбі күндері каналдан жаңа видео рецепттерді күтіңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын, міндетті түрде осы рецептпен жасап, ауыз тиіңіздер.